Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бізде Қарағандыда жаңбыр жауып тұр, ал мен соған қарамастан бүгін қазақта мынандай сөз бар ғой, тәрбие тауып бесіктен басталады деген қара шаңырақтың сондай қасиетті мүлкі саналатын бесіктің балаға пайдасы мол. Ал бүгінгі таңда осы бесік ұғымымен біздің бүлдіршіндеріміз таныс па? Сіздермен бірге Балақай бөбекжайының бүлдіршіндерінен сұрап бірге білейік кеттік. Қалдарың қалай? Жақсы. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Тамаша, қандай әдемі болып отырсыңдар. Ал балақайлар, менің сендерге сұрағым бар. Жалпы бесік деген не? Кім жауап береді екен? Мен. Балам бесікте жатыр. Балам бесігінде артында домалақ бар, сосын әжесі айтады, түсті ма? Сосын балалар айтады, түсті. Сосын баланы жамылдырады, сосын оны балайды, штақпат кешпесін. Баланың жастық болмасан басында, баланың басы ағашқа ауырып қалады, сосын өйткені жастық келеді. Тамаша Ханшайым, сенің үйіңде бесік бар сияқты, иә? Бөлең өзіңнің бауырыңды, немесе әпкеңді бесікке бөлең сияқты көрдің бе? Өзім жаттым. Өзің жаттың. Сен есіңде бар ма? Кәдімгідей бесікте жатқаның? Фотосы бар. Фотосы бар ма? Қандай бесікте жаттың? Ағаш. Кімнің үйінде тағы да бесік бар екен? Менде. Бәрінде бар екен ғой, иә? Көбісі бесікке жатқан кезінде. Менде бесік болды. Бесік болды, иә? Көрдіңдер бесікті? Мен бесікте жақсы жыламадым, жақсы ұйықтадым. Ой, қандай тамаша. Тағы кім айтады? Мен бесікте жыламадым, мен ұйықтадым. Тыныс ұйықтадымын, менің мама тербетті. Мені мама тербетті, әлдиледі. Мен тыныс қана жаттым, мен жылаған жоқ. Маған ана өлең қойды да мені тербетті. Бауырым, ода бөбесі бар. Оған бөбесіне бесік алып келеді. Оған жатады бөпе. Бесі о жерге баланы жатқызады тербету үшін. Бала о жерде жақсы ұйықтайды. Балақайлар, байқап отырсам, көбілердің үйлерінде бесік бар екен, және оны көрген екенсіңдер, иә? Енді сұрақ, ол бесік бізге сонымен не үшін керек болды? Кім жауап береді? Баланы тербету үшін. Бәрімізге төсек бар, бөпеге де төсек бар. Анасы оны тербетеді, жастығы бар, көрпесі бар. Ал балақайлар, үйде кім бесік жырын естіді? Бәлкім әжелері, немесе аналарың айтқан шығар, иә? Кім естіді бесік жырын? Мен. Тағы кім естіді кән? Мен. Бәрлерің естіген екенсіңдер, иә? Олай болса, бәріміз сол бесік жырын айтайық. Айтамыз ба бірге? Кеттік. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін. Бүгін сендер қандай өнер дайындап келдіңдер? Тақпақ. Кішкентайым ба? Өзің білесің. Бұл жарыққа аяқ басып туған жер, кінді кесік кірім семде жуған жер. Жастық қалтың қайтып кемес күнімде, ойын ойнап шыбын шірке қуған жер. Жаратылдым топырағынан сен түбір, жалғаны жоқ бәрі сенен жан тәнім. Сенен басқа жерде маған қараңғы ойын, кен даламда ойын ойнап қалсамшы, жазу болып адам затқа еш кетпес. Тәтті суым дамазымнан еш кетпес. Қалың ұң қырсуына адам затқа еш кетпес. Ой, қандай тамаша, кәні қол шапалақтап барасың.
Қаншайым саған бұл өлеңді кім жаттатқызды? Айгерім Халқановна берді. Ой, апайыңнан айналдым. Қандай кімдер бар ма? Қане, Әміре, оқи ғой өлеңді. Ғалым таппайды ма? Я, ғылым таппай, мақтанба, абайдікі ма? Кімнің өлеңі? Ғылым таппай, мақтанба. Әміре? Абай Құнанбаев. Қазір. Абай Құнанбаев. Әні, бауырына көмектесіп, микрофонды тағып беріп жатыр. Қандай керемет? Оқи ғой кән, бәріміз тыңдайық. Әмірені. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарлан шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еншік бекер мал шашпақ, бес дұшпаным білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асылыңыз көнсеңіз, жамандық көрсең нәпіратілі, суытып көрініп тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратілі, оны ойға жисаңыз. Ай, бәрекелді кәні шапылақты. Қандай тамаша. Әміре, қандай ұзақ өлең жаттап алғансың? Неше күнде жаттадың бұл өлеңді? 5 күн. Арыстандай батты, жолбарысты қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жауын бар, жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан жайып қанатым туған, көз деген көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ межбектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай күріттер, айбындау желіндер, алтын арқа желіндер, мен жастарға сенемін. Мұхтар Әуезовтің мынадай сөзі бар екен. Ел боламын десең бесіңді түзе деген. Өздеріңдей талантты, ақылды балалар тұрғанда, міне біреуің Абайдың өлеңін оқып жатсыңдар, біреуің Мағжан Жұмабаевтың өлеңін оқып жатсыңдар. Қандай тамаша. Осындай сендердей балалар, бүлдіршіндер тұрғанда біздің еліміздің болашағы жарқын болары сөзсіз. Олай болса, балалар, сау болыңдар. Рахмет, сау болыңыз.